Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Байзақ кәсіпорын мектебінің 8-сынып оқушысы Темір Атақпын. Мен компьютер дизайнерлік байқауының қатысушысымын және сіздерге өзімнің болашақ экохала атты жобамды ұсынамын. Жобамыздың тақырыбы менің болашақ экохалам. Жобамыздың мақсаты қаланың экологиялық ахуалын жақсарту. Жобамыздың міндеттері су күнелі энергия алу, энергияны үнемдеу, қаланың қоқыстарын тазарту, адам тұтынатын ауаның ластауынан сақтау. Біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақпыз. Жер, су, ауа адам баласының ұрпағынан ұрпағына мұра болып келе жатқан мол қазына. Әрбір ағашты, әрбір бұтақты жауыз әңгіде ырзағаттылықты сақтау, қамқор болу басты міндеттің бірі деп Ыбырай Жақаев айтқандай, табиғатты қорғау біздің ең басты міндетіміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты жолдауында экология мәселесінде кеңінен тоқталып, жалпы қоршаған ортаны қорғау, табиғатты аялау, ауаның ластанбауына көңіл бөлу адамзаттың ортақ мәселесі екенін айта кетті. Сол үшін де кез келген елді мекен өзі тұратын аумақтың таза болуына аса мән беру қажет екенін айтты. Біздің облыс орталығы Тараз қаласы болғандықтан мұнда тұрғындар жиі шоғырланған, ал олардың тұтынған күнделікті тұрмыс заттарын, қалдықтарын дер кезінде тиісті орынға апару, жеткізу ол біздің ең басты мәселе. Қазіргі уақытта өңірдің экологиялық жағдайы көңіл көншітпейді. Облыста жыл өткен сайын түрлі жаңа өндіріс орындары ашылып, нәтижесінде сыртқа түрлі химиялық қалдықтар тарап, олардың саны күннен күнге артып келеді. Бұған қоса автокөліктердің көбеюі де ауаның ластануына кесірін тигізуде. Осы орайда біз өз жобамызды өз мектебімізден бастадық. Сол үшін біз мектебіміздің бір бұрышына қоқыстарды сұрыптап тастауға арналған арнайы жәшіктер орналастырдық. Бұл жерде пластик, қағаз, шыны қоқыстарға арналған 3 түрлі жәшік бар. Қоқыстарды сұрыптау жалпы бізге оларды қайта өңдеуге және қайта қолданысқа келтіруге мүмкіндік беретін үдеріс. Нәтижесінде экологиялық тепе-теңдік пайда болады. Қоқыстардың көбеюінің тағы бір себебі ол біздің күнделікті өмірде қолданатын тұрмыстық заттар. Біз қазіргі таңда бір типтік заттарды көп қолданамыз. Мысалға, полиэтилен пакеттері, пластик ыдыстар. Полиэтилен пакеттердің бізге тигізетін зияны өте көп. Және оларды тек бір рет қолдана аламыз, ал екінші рет қолдану бізге аса зиянын тигізеді. Оның орнына осындай эко-қапшықтарды қолданған дұрыс. Олар матадан жасалған және де экологияға еш зияны жоқ. Және де бұны тек бір рет қана емес, көп рет қолдануға болады. Және де осындай пластик бөтелкелер және бұдан бөлек пластик ыдыстарды да біз қазіргі таңда көп қолданамыз. Оларды тек біз бір рет қолданамыз, ал екінші рет қолдану ол адам ағзасына өте кері әсер тигізеді. Олардың орнына мен осындай шыны пластик емес, шыны осындай ыдыстарды қолдануға кеңес берер едім. Менің бұл дизайнерлік жобам таза қаланы қалыптастыру мақсатында жасалған. Таза қаланы қалыптастырудың ең басты жолы ол жасыл елді қалыптастыру, яғни жасыл елді қолдау. Ағаштарды барлық қаланың бұрыш-бұрышына орнату ол біздің экологияны жақсартуға аса зор көмегін тигізеді. Яғни қаланың ауаның ластануынан сақтайды. Одан кейін бізде завод фабрикалардан шығатын улы газдарды сүзгіден өткізу ол жалпы бізге аса пайдасын тигізеді деп айта аламыз. Өйткені завод фабрикалардан өте үлкен мөлшерде улы газдар бөлінеді, ал сол газдарды сүзгіден өткізу арқылы біз экологиялық проблемалардың алдын ала аламыз. Одан кейін жалпы қазіргі таңда электр энергиясынсыз өмірді елестету тіптен қиын. Бірақ сол электр энергиясының бізге қандай зиянын тигізетінін айтпасақ та белгілі. Сол проблеманың алдын алу үшін біз сіздерге баламалы энергия көздерін ұсынамыз. Су энергиясы. Бұл жерде су энергиясы көрсетілген. Су энергиясының басқа энергияларға қарағанда айырмашылығы ол сарқылмайтын ресурс болып келеді және энергияның арзан әрі гигиеналық таза түрі болып табылады. Одан кейін күн энергиясын алу. Күн энергиясы ол бізге арзан түрде келеді және күн энергиясы да солай сарқылмайтын ресурс болып табылады. Жобаны қорытындылай келе, осы жобаға барлығымыз атсалысуымыз қажет. Қоршаған орта үшін, ғаламшарымыз үшін табиғатты аялай білуіміз керек. Ең бастысы ғаламшарымызға жаңа қоқыстың пайда болуын болдырмау керек.